Нұр Отан партиясы Атырау қалалық филиалының төрағасы Қайрат Оразбаевтың жетекшілігімен қалалық партия филиалы саяси кеңес бюросы және депутаттық фракциясының бірлескен отырысы өтті. Жиында негізгі екі мәселе қаралып, 9 ай бойы атқарылған істердің есебі тыңдалды. Орындалмау қаупі бар шаралар жыл соңына дейін шешімін тауып, партияның жіті бақылауында болатындығы келісілді. Толығырақ Торғын Жортабай тарқатып айтады. Бұйыл қаламыздағы шағын және орта кәсіпкерлердің жалпы саны 35.600-ді құрады. Қалада 8.659 жұмыс орны ашылып, 7.376 тұрғын жұмыспен қамтылды. Өңірде тұрғын үй мәселесі де біртіндеп шешіліп келеді. Талғайраң, Береке, Нұрсай ықшам аудандарындағы жалпы көлемі 80.322 шаршы метрді құрайтын 16 тұрғын үй құрылысы аяқталып, Талғайраң елді мекеніндегі 270 пәтерлік 6 үй қолданысқа берілмек. Атырау қаласы бойынша сайлауалды бағдарламасын жүзеге асыру бойынша жол картасына сәйкес 2021 жылға 80 шара көзделген. Бүгінгі таңда 34 іс-шара орындалған, 46 іс-шара орындалуда, 2 іс-шара бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр, бірақ аяқталмай қалу қаупі бар. 8 айдың іске асырылған жұмыстарына қысқаша тоқтала кетсем, қала бойынша 2021 жылы бір жоба тығыздалған ауа шығаратын қондырғылар құрылысы аяқталып, іске қосылды. 2 жылыжай кешенінің құрылысы аяқталып, жұмыстар жүргізілуде. Водников ауылында 280 орындық балабақшаның құрылысы аяқталды. Бірлескен бюро отырысында Нұр Отан партиясы Атырау қалалық филиал төрағасының бірінші орынбасары Бейбіт Мырзағалиев депутаттық фракция жұмысының белсенділігін арттыру мақсатында жасақталған желілік кестенің жобасын таныстырды. Алдағы уақытта халық қалаулылары әлеуметтік желі арқылы да бірқатар жұмыс атқармақ. Атырау қаласы әкімдігінің қолдауымен әлеуметтік қолдауға мұқтаж азаматтар үшін әсіресе мүгедектігі бар жандарға ыңғайлығы ескеріліп, Сәтпаев көшесі 23-ші үйдің ірге қабатты ғимаратынан Атырау қалалық жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтардың хал актілер бөлімінің жанынан Атырау қаласының отбасыларын қолдау мақсатында бақытты отбасы және тең қоғам орталығы ашылды. 2021 жылы Атырау қаласы бойынша жұмыссыз көп балалы, жалғыз басты, мүгедек бала тәрбиелеп отырған, басқа да әлеуметтік аз қамтылғандары оқытуға, өз ісін ашуға қайтарымсыз грант 583 мың теңге көлемінде алған 200 отбасының 8-і мүгедектер. Жиын соңында қала әкімі Қайрат Оразбаев орындалуы тиіс мәселелерді жандандыру керектігін баса айтып, партия мүшелеріне нақты тапсырмалар жүктеді. Торғын Жортабай, Тілек Қабыл Ғұмаров, жаңалықтар қызметі.